Қытайдан шыққан індет бүкіл әлемді үйге қуыптықта. Көбіміз қашықтықтан отырып жұмыс жүргіземіз. Олардың арасында өнер адамдары да бар. Филармония әншілері осы күнде онлайн концерт беруге көшкен. Ол онлайн концерт қалай жүргізіледі, қайда түсіріледі? Бүгін мен өз көзіммен көріп қайтпақпын. Ереке бастық болуды оңай емес қой. Міне жерде кішігірім өзіміздің жиналыстар өтеді. Мына жақта әншілеріңіз репетиция жасап жатады. Айғай-шудың ортасында жұмыс істеу қиын емес пе? Жоқ, енді қазір таңда негізгі дайындалатын жері басқа жерде ғой. Бірақ енді мына жерде қазір кішкене бір уют жасап қойдық студия қылып. Нақты концерт қоятын жер басқа жерде. Мен түсінгенімше былай ғой, мынау сіздің кабинет. Ал мынау сіздің қабылдау бөлмеңіз ба кезінде? Жиналыс болатын жер ғой. Жиналыс болатын жер. Осыны карантин кезінде студия қылып жіберді. Студия қылып жіберді. Мынау филармонияда басқа жер табылмады ма? Жоқ, бар ғой, бірақ кішкене мынау үйдегі жағдайға ұқсайтын дүниеде керек те. Басқа да жағдайлар бар, сахнамыз да бар, гримерный бөлмелер де бар. Бірақ мына жерде мынау интернетке де байланысты жан-жақты барлығын қадағалап, осы жерде ыңғайлы жерде таптық. Енді өзіңізде өнер адамысыз ғой, мына қағаз бастылық шаршатпай ма, сахнаны сағынасыз ба? Жоқ, арасында ән айтқымыз да келеді ғой. Бір ән айтып берсеңіз. Енді ән айтқанда көптен бері енді гитараны қолға алмадық. 7 ай болды ма? Гитараны қолға алмаған? 7 айдай болған жоқ енді. Арасында мерекелерде қыздарымызды құттықтадық 8 мартта. Мерекелерде бір қолға алып қойымыз. Енді бір әудеп көрейін. Ақсақ болсын. Жапырағын жайған бәйтерек, тереңге тартқан тамырам, сезбеппен әке ертерек, жаныңның ыстық жалына. Менің даусым емес, дәлірек айтқанда фонограмма. Дұрыс айтқанда Рүстемнің жанды дауысы. Рүстем, кешке дейін тамағың ауырып қалмай ма? Жоқ, біз шабыттансақ айта береміз кешке дейін. Онлайн концерт кезінде арқаң тіптен қозатын жүр. Енді әрине шын концертке жетпейді, бірақ та іштей сезініп отырамыз. Экранның арғы бетіндегі жаңағыдай көрермендерімізді сезініп, енді қазіргі уақытта кішкене әрине оңай емес, бірақ онлайн концерт беруге тура келеді. Біз жұмыс істеу керекпіз. Сондықтан да бізде мысалы үшін ән айтпаса отыра алмаймыз да, жыбырлап. Енді өзіңізде өнер адамысыз ғой, мынандай бос залға қарағанда жүрегіңіз ауырмай ма? Әрине, бұл күнделікті тіршілік, күнделікті бұрынғы қалыптасқан өмірімізден бір сәтке басқа арнаға ауысу, бұл кез келген адам үшін де оңайға соққан жоқ. Өйткені бұл шынында бір адамды ойландыратын, толғандыратын, өткен өмірімізге, жүріп өткен жолымызға кішкене артқа қарайтындай бір уақыт болды ма деп есептеймін өзімді. Әрине, бұрын бұл жерлеріміз у-шу, көрерменге толы, қарбалас жүріп жатқан, сахнаның арты болсын, сахнаның алды болсын, көрермендер зал болсын, қарбалас бір тоқтаусыз жүріп жатқан тіршілік бір сәтке бір тоқтап қалғандай болып сезінеді. Әрине жүрекке ауыр, бірақ бұны біз тек қана алдан тек қана жақсылық күтеміз. Өйткені біздің алға қойған алдымызға мақсатымыз бар, дамыған елміз, нық тұрған елміз, біздің жоспарларымыз бар, соның барлығы осы уақытша дүние деп есептеймін. Жанып тұрдың ай,
Ай, ай, асыл жаным ай, ғашық жаным ай, айдың нұрында. Ай, 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 ай. Жігіттер барлығы дұрыс қой. Мына жерде мысалы екі-үш адамнан ғана көп жиналмаймыз, өзіңіз білесіздер. Белгілі әншілердің барлығы осында әнші концерттерін қойып жатыр. Бүгінгі таңда мінекей осы 20 шақты концерт болды. Оның ішінде атақты жұлдыздарымыз Маржан Арапбаева, Гүлмира Сарина, жаңа біздің мінекей жас әншіміз болсын, танымал Рүстем Жүгінісов, көптеген Медет Салықов, Клара Төлембаева әншілеріміз отбасымен көрерменмен қауышып жатыр. Мен ойлаймын, енді шынында да қазір тағатсыздана көрерменіміз күтіп отырады. Басында қалай болар екен деген ойлар болды әрине. Осы карантин басталғалы мынандай үрдіс пайда болды. Көптеген жұлдыздар өздеріне жазылушы жиналып, сол жерге ақылы түрде концерт немесе бір ақыл кеңес беріп сөйтіп жатады. Сіздердің концерттер тегін ба, жоқ әлде жазылушыларыңыз бірдеңе ақша төлей ме? Жоқ, бізде ондай нәрсе жоқ. Бізде тікелей біз енді мемлекеттік мекеме болғандықтан біз тек қана осы көрермендерімізбен осылай қауышып жатырмыз. Оған өздеріңіз де белгілі білесіздер, қазір залдарымыздың барлығы өкінішке орай енді әншілер де енді көрерменмен қауышу керек. Сондықтан да бұл жерге келіп, шынында да өздерінде арқалар бар ғой. Рахаттанып, әндерін шырқап, сондай бір ләззат алып жатады. Әудемейтін қазақ жоқ дейді, бірақ шын айтқанда мен не домбыра тарта алмаймын, шын айтқанда мына қандай гитара ұстап отырғанды да білмейді екенмін. Ән айтып онлайн концерт бермесек те, Құдайға шүкір, онлайн әртістердің қасында отырмыз. Әкімхан, онлайн концерттің алдында өзің ауыр емес пе, өстіп күні бойы репетиция жасау? Жоқ, шыны керек. Біз қанша айтқан сайын шыңдаламыз дейді ғой. Сол сияқты осы жерде дайындалып кешке дейін айтқан сайын жаңағыдай шыңдалып, шабыттанып, көптен бері ән айтпадық, шыны керек. Сол кешкеге дайындалып осылай онлайн концертке, халықтың алдына. Онлайн концерттің кәдімгі концерттен, жанды концерттен қандай айырмашылығы бар? Енді айырмашылық бір ғана, енді ол жерде көрерменнің шапалағын сезбейсің, бірақ енді іштей сезіп тұрасың ар жақтан, экран ар жағынан демекші. Сол айырмашылық, басқа айырмашылық. Концерттен кейін астындағы пікірлерді оқып, бәрін қарап шығасыз ба? Халқыңыз не ойлайды деген, не айтты деген? Шыны кереге қарайсың. Әртүрлі пікірлер болады ғой, жерде бәрінің пікіріне қарай бермейсің. Жақсы пікірлер болады. Көбісі жақсы пікірлер ғой, шүкір. Ал сынайтын пікірлер келген кезде көңіліңіз қалмайсыз ба? Жоқ, керісінше енді сынайтын пікірлерден өз басым енді шыңдалам, шыны керек. Пікір жазып сынайтындар болғанда, енді жаңағы концерттен кейін кейбір сәттер болып жатады. Қап, әттеген ай, жаңағы әнде осы жерде осындай болу керек еді деген секілді. Бірақ енді әр адамның өзінің жұмысына жауапкершілігіне қарауына байланысты ондай сәттерді, олқылықтарды реттейміз. Түсіністікпен қараймыз, иә. Ондай пікір болады. Мысалға, мына жігіттің даусына қазір ревер бірдеңе қосып, өңдей аласыз ба? Иә, ревербер. Реверін қосып, дауысын жаңа тікелей эфирға әдемі, таза, жанды дауысты жіберіп отырамыз. Көрермен көп па? Иә, көп көп. Қанша болды? Қанша болды? Сколько людей у нас? Бывает, что сначала было 3000, а сейчас уже около 10 000 становится больше. По аналитике смотрел, где-то 40% Россия. Зарубеж, Европа где-то 7-6%. В основном Казахстан.
Жаңа айттыңыз, үйде отырып жұмыс істеу тәсіліне көшкен 17 мекеме бар деп. Бұлардың түгелінің жалақысы толыққанды сақталған ба? Бізде мекемедегі барлық 17 мекеменің ешқайсысында да қысқарту, не болмаса жалақыларын қысқарту мәселесі ешқандай болған жоқ. Жалақысы қалай қалды, жалақысы солай сақталып қалды барлық қызметкерлерінде. Бірақ жұмысқа байланысты талап қойылып отырады. Яғни жандандыру керек, көрермендерге жаңа қырынан көрсету керек әр мекеме. Тың дүниелерді жарыққа келу керек. Әрине онлайн деп тек қана экранның ар жағында отырған көрерменнің тек бір бағытта жұмыс жасай беруге болмайды. Бұл жерде де жаңашылдықтар керек. Бұл жерде тың идеялар керек болды. Соның барысында да барлық мекемелер өздерінің тиісті жұмыстарын өз деңгейінде атқарып жатыр. Дегенмен құпия емес қой, филармония болсын, театр болсын, әншілерде, әртістерде тойдың арқасында күн көреді. Біреу тамада болады, біреу ән айтады. Сондай табыстан қағылып отыр. Бұл кісілерге қаншалықты ауыр тиді деп ойлайсыз? Енді негізі бұл салаға келген адам бұл той үшін келмейді. Бұл жерде біздің салада қызмет жасайтын адамдардың барлығы кәсіби деңгейдегі қалыптасқан әншілер, болмаса өнер адамдары, актерларымыз. Яғни бұл кісілер той үшін емес, бұл той әрине тойға баратындар да бар, бармайтындар да бар. Кәсіби деңгейдегі әншілер негізі тойға көп бара бермейді. NS Music жалпақ тілмен айтқанда Нұрсұлтан музыкасы. Мұнда тек қана попса немесе рок қана айтылмайды. Оның ішінде дәстүрлі әншілер де бар. Жаке, мұндай онлайн концертке бірінші рет қатысып жүрсің? Онлайн концерттер жиі беріп тұрамыз. Онлайн концерт болғанда бізде мысалы үшін дәстүрлі әншілерде көбінесе онлайн концертте лекция концерт дейміз де, көбінесе әннің тарихын айта отыра, әннің қалай айтылу барысын жаңағы қалдай отыра әнді әдемілеп жеткізіп отырып әнді жеткіземіз халыққа, жаңағы онлайн ретінде. Яғни әр әннің тарихын айтамыз, қалай айтылу барысын айтамыз, қандай жаңағы диапазондары болады, әннің соның бәрін қамти келе, сол әнді толықтай мағлұмат бере келе әнді айтып шығамыз. Бірақ дегенмен де көрермен жетіспейді ғой. Бізге әсіресе домбырашыларға көрерменнің шапалағы ерекше бізге бір шабыт береді. Одан сайын арқамыз қоза түседі. Сол бір кішкене жетіспеушілік бар енді. Бәрі ақпаратқа хабардар. Сол себептен ол кісілер біліп отырады. Сол кезде жаңағы қазір онлайн жүйе дейді ғой, гаджет арқылы өздерінің пікірлерін жазып отырады. Сұрақтар болып отырады, оған барынша жауап беріп отырады. Онлайн сұхбаттасып. Осы сияқты онлайн концерттер біреу емес қой, бірнешеуі бар, бірақ астында пікір жазатындар COVID-19 дерті өтірік деп жазатындар көп. Сіз не ойлайсыз? Бар ма бұл? Әрине бар, бұл деген енді тек қана Қазақстан емес, тек қана біздің маңайымыздағы мемлекеттер емес, бұл әлем бойынша болып отқан дерт болғандықтан әрине бар деп ойлаймын. Бұған аса жауапкершілікпен қарауымыз керек. Әрқайсымыз бұны жеңу үшін, бұдан біз тезірек шығуымыз үшін атсалысуымыз керек. Өзіңіз қандай қауіпсіздік шараларын сақтайсыз? Бетперде күнде киесіз? Әрине күнде киемін, үйден шықпаймын, нағыз үйде отыратын адам емін. Филармония кезіндегі Конгресс-холл сарайы кезінде мұнда талай ірі концерттер, көптеген мемлекеттік деңгейдегі жиналыстар өткен. Бұл жерде халық улап-шулап көп жүретін, ал сахнаның артында әншілер өзінің аспаптарын дыңғырлатып жүретін еді. 2 ай болды, ол дегеніміз 60 күн. Зал қаңырап бос тұр. Көрермен ретінде, тыңдарман ретінде, мысалға біз әрқайсымыз өзіміздің сүйікті әншімізді, сүйікті әртісімізді сағынамыз. Көрермен сағынады. Сіздер дәл солай көрерменді сағынасыздар ма? Әрине аға, бұны сөзбен жеткізу мүмкін емес. Көрерменді әрине сағынамыз. Қошеметіне бөлену үлкен бақыт қой біздің көрермендеріміздің. Енді сол былай ұйықтардың алдында көзімді жұмып, шын концертте жаңағыдай халықтың алдында концерт қойып жатқанды елестетіп жатамын қазір, сондайға да жеттік. Бірақ Алла бұйыртса сол күнге де жетерміз.